Медиа саласында қандай қиындықтар бар деп ойлайсыз? Жасанды интеллект медиа менеджердің жұмысына қалай әсер етіп жатыр? Бұл аудиториямен жұмыс істеу деген сөз, психологиямен де жұмыс істеу деген сөз. Күнделікті күреспен жүреді. Медиа менеджер күнделікті өзінің медиасы үшін, редакция үшін күреседі. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, тыңдармандар. Бүгін біз медиа саласын даму бағыттарымен, жалпы медиа менеджер ұғымымен танысамыз және де осы жайлы әңгімелесеміз. Бүгінгі біздің студия қонағымыз белгілі медиа менеджер, медиа саласының маманы Асанов Сейілбек Садықұлы. Студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Сізге бірінші қояр сұрағымыз, жалпы медиа менеджер деген мамандықты қалай түсіндіресіз? Жалпы медиа менеджер деген сөз бұл жаңа терминдердің бірі, медиа менеджер деген. Өйткені медианы жеке дара мынандай дамыған елдерде медианы бизнес ретінде қарайды. Медиа ол үлкен бизнес, және медианы басқаратын арнайы топтар бар, яғни үлкен менеджерлер бар деген сөз. Бұрын бізде қалай болды? Бұрын біз Кеңес одағында Қазақстан медианы, пропаганданы құрал ретінде пайдаланған. Ал қазір медиа үлкен сала, және ол жақта мықты кадрлар болу керек, әсіресе менеджерлер. Өйткені мықты менеджер сол медиаға көп ақша алып келеді. Көп ақша алып келе алады, және оның болашақтағы стратегиясын айқындайды, және жұмысшыларға жалақы беру, оның үкіметке налогын төлеу деген сияқты жан-жақты мәселелермен айналысады. Бұны медиа менеджер дейміз. Сондықтан медиа менеджер деген сөз бұл бір сөзбен айтқанда үлкен мамандық, әрі бұл жұмыс. Журналистика деген мамандық бар, ішіндегі мықты түлектер жұмысын істеп, тәжірибе алып, медиа менеджер болуына мүмкіндіктері бар. Қазіргі медиа нарығында осы медиа компаниялар мен медиа менеджерлердің қарқыны қатты дамып келе жатыр. Сол сіздің ойыңызша бүгінгі таңда медиа компания құрудағы басты талап қандай? Енді қазіргі таңда жалпы медиа компания құратын кезде бұл әрине оңай келмейді медиа компания құру. Өйткені медиа компанияға үлкен кадрлық потенциал керек. Кадрлық потенциал дегеніміз тәжірибелі журналистер, тәжірибелі медиа мамандар, заңды да білетін, саясатты да білетін, экономиканы білетін, қоғамды, әлеуметті білетін мамандар деген сөз. Адамдар қалай тыныс-тіршілік жасайды, адамдар қалай өмір сүреді, қоғам қалай өмір сүріп жатыр, қоғамдық проблемалар қандай деген мәселелер жетік білетін адам ғана медиа менеджер бола алады. Сондықтан медиа саласына аяқ басқан кез келген адам бірінші өзіне сұрақ қою керек. Мен дайынмын ба деген. Сондықтан дайын болған адам ғана журналистиканың нанын жеп, суын іше алады. Бұл журналистика деген, оның ішіне медиа менеджер деген үлкен жауапкершілікті қажет ететін сала. Сондықтан біріншіден жауапкершілік, саналы болу, білімді болу, коммуникабельный айта береміз ғой, ең жақсы қасиеттерді. Осының ішіндегі ең бірінші кезекте тұрған қасиет ол жауапкершілік. Медиа менеджердің бойындағы болу тиіс ең бірінші қасиет осы жауапкершілік болмаса, онда ол жақтан ол нанда жей алмайды, суында іше алмайды. Ал жалпы жаңа аудиторияны тарату үшін, яғни контент пен тұтынушы арасындағы байланысты қалай орнатуға болады? Жақсы сұрақ, әрі күрделі сұрақ. Өйткені қазіргі тұтынушылар, яғни аудитория, ол бұрынғы аудиториямен салыстырғанда өзгеше. Өйткені қазір медиа саласында бір-біріне бәсекелес тұрған компаниялар, редакциялар өте көп. Сондықтан ең бірінші аудиторияға талас дейміз ғой. Аудиторияға талас әрқашанда оңай болмаған. Аудитория ақ пен қараны ажырататын аудитория қазіргі таңда. Сондықтан аудиторияға объективтілік, шындықты тез жеткізу,
адамның санасына психологиялық әсер ету деген сияқты адамның психологиясын терең меңгерген менеджер болу керек. Оның бір қасиеті. Өйткені бұл аудиториямен жұмыс істеу деген сөз психологиямен де жұмыс істеу деген сөз. Сондықтан менің айтатыным, мәселен аудитория жинау үшін ең бірінші мынау факт-чекингнен бастап ақпаратты саралау, өсек аяңнан алыс болу деген сияқты редакцияның алға қойған мақсатына сай жұмыс істеу керек. Жоқ, егер мен сары басылым боламын, мен өсек таратамын, солай мен өзіме бонус жинаймын десе, ол бір сәрі бол жасай берсін. Жоқ, мен үлкен жұмыс бастаймын, халыққа шындықты айтамын, пайдамды тигіземін, қоғамға мен ағартушылық бағытта жұмыс істеймін деген сияқты бір философиялық көзқараспен келетін болса, пожалуйста. Сондықтан аудиторияға талас, аудиториямен жұмыс істеу, аудиторияның көңілін табу деген нәрсе бұл үлкен стратегиялық мәселе. Оған үлкен оған кәдімгі адам басын қатыру керек. Оңай емес, аудиториямен жұмыс істеу оңай емес. Осыған байланысты сонда Қазақстанда медиа саласында қандай қиындықтар бар деп ойлайсыз? Медиа саласында қиындықтар әрқашан болған. Өйткені медиа ол төртінші билік. Четвертая власть, төртінші билік. Төртінші билік деген сөзге мән беретін болсақ, билік. Қандай билік ол? Мысалы, сөзі төртінші билік. Коррупцияны жазып жатыр ма? Жазып жатыр. Шындық дегенде, адам, журналистер шындық айтқан кезде біреудің ала жібін аттап кетуі мүмкін. Біреуге қарсы шығуы мүмкін. Әртүрлі жағдайлар болады. Сонда төртінші билік болғаннан кейін әрқашанда қиындықтар болады. Төртінші билік болғаннан кейін шындықты айтуға тура келеді. Заңға сүйене отырып жұмыс істеуге тура келеді. Ол барлық елдерде әрқашанда журналистердің мынау таза жұмысына кедергілер көп болған. Және бола береді. Өйткені шындықты айту үшін адам бір қиын жолдардан өту керек болады. Психологический қысым көрсетеді. Әр түрлі топтар кеп қысым көрсеткен кезде, осындай кезде қиындық туады. Сонда мына заманда ол оңай жұмыс емес. Бізде қазір цифрлы замандамыз ғой, жасанды интеллекттің қазір өте қарқынды даму алып жатқан кезеңі. Осы жасанды интеллект медиа менеджердің жұмысына қаншалықты қалай әсер етіп жатыр? Енді медиа менеджердің жұмысына барлық саладағы білім, ғылым, өнер медиа менеджерге егер ол пайдаланса оң әсер етеді. Мен медиа менеджермін, мен чат GPT-ні мынау жасанды интеллектті пайдаланбаймын деп айта алмайсың. Яғни медиа менеджер деген сөз бар ғой. Яғни бүгін проблеманы шешетін адам. Ол шешу керек. Қандай жолмен шешеді? Чат GPT-дің көмегімен шеше ме, роботтың көмегімен шеше ме, спутниктің көмегімен шеше ме, ол шешу керек мәселені. Сондықтан сұраныс қандай нарық, сол нарыққа ол бейімделіп жұмысын жалғастыру керек. Алда болатын қадамдарды ойлау керек та, ары қарай жүріп отыру керек. Қазір жарнама мен ақпараттың арасындағы тепе-теңдікті сақтауда медиа менеджердің тактикасы қандай болу керек екен деп ойлайсыз? Енді жарнама деген ол біріншіден ақша, келіп жатқан, түсіп жатқан ақша. Екіншіден, жалпы бұл жарнамаға, ақша, капиталға қатысты мәселе редакцияларда өзінің редакцияның ішкі өзінің тәртібіне байланысты, өзінің философиясына байланысты. Бір редакциялар бар, біз букмекерлік компанияларды жарнамаламаймыз дейді. Букмекерлік компанияларға біз қарсымыз дейтін редакциялар бар. Бірақ оларда финансовый қаржылық мүмкіндіктері жақсы. Олар жақсы жұмыс істеп жатыр, ақша мәселелерін шешкен, қиындықтар туса да шыдайды. Яғни принцип бар, біз харам ақшаны жарнамаламаймыз деген. Ал кейбір редакциялар бар, яғни букмекерлік компанияларда жарнамалайтын редакциялар бар.
демек олардың принциптеріне ол қайшы емес, философиясына қайшы емес. Жалпы әрбір редакцияның алдына қойған мақсаты болады, оның өзінің бір философиясы болады, бір мінезі болады редакцияның, әр редакцияның несі сондай, мінезі бар әр редакцияның да. Сондықтан капиталды басқарып отыру маңызды редакция үшін. Дұрыс басқару, өйткені ол жалақы, ол налог, ол деген күнделікті шығындар, олсыз редакция жұмыс істей алмай қалады, жабылып қалады. Сондықтан капиталды дұрыс басқару әрқашанда маңызды болған. Сондықтан жарнамаға 70-30 жасай ма, 30% жарнама, 70% ақпарат дей ма, немесе 50-50 дей ма, ол өздеріне қалдыру керек ол мәселені. Нақты бір ұсыныс жоқ, мысалы осындай болсын деген. Өйткені мемлекеттің бақ өкілдері, бақ компаниялар, мемлекеттің субсидия ақша алғаннан кейін олар емін-еркін жұмысын істей береді. Ал жекеменшік компаниялар сырттан қаражат тартуға мәжбүр. Болашақ туралы ойлап көрсек, жалпы алдағы осы 5 жылдық уақытта медиа саласынан қандай жаңашылықты, қандай өзгерістерді көре аласыз? Жалпы медиа саласы күнде сағат сайын өзгеріске ұшырап отырған үлкен саланың бірі. Тез өзгеріске ұшырайды, технологияның келуімен тез өзгеретін саланың бірі, үлкен саланың бірі бұл бақ. Неге? Өйткені бақ бұл технологиямен байланысты. Кәдімгідей цифровизациямен байланысты сала болғандықтан бұл күнде өзгереді. Алдағы 5 жылда қалай болатынын енді болжауға болады. Тек жақсы жағына қарай цифровизация енді күн сайын дамып жатыр ғой. Сондықтан ең керемет қазір мәселен біз кешкі жаңалықтар эфирін көреміз дегенше телеграм пабликтерінде ақпарат шығып қояды. 1 сағаттың ішінде, жарты сағаттың ішінде. Көрдіңіздер ме? Яғни құрал, телеграм құралға айналып отыр, ішіндегі пабликтер бақтың кәдімгі бір редакцияның жұмысын істеп отыр. Мәселен. Сондықтан бұл салада бәсеке өте үлкен және бұл сөзсіз күн сайын дамып отыратын үлкен сала және ол жақтағы кадрларға да сондай талап қойылып отыр. Саналы бол, мықты бол, көштен қалма деп. Сонда ғана саған деген сұраныс болады деп тұр. Жалпы сұрақтарды қорытындылай келсек, негізі өз тәжірибеңізден медиа менеджер боламын деген жастарға қандай кеңес бере аласыз? Жалпы медиа менеджер болу деген ең бірінші кезекте бағанағы жоғарыда айтып өткенімдей, ол үлкен жауапкершілікті қажет ететін сала. Өйткені ол медиа менеджердің істейтін күнделікті тіршілігі қандай? Ол күнделікті күреспен жүреді. Медиа менеджер күнделікті өзінің медиасы үшін, редакция үшін күреседі. Күнделікті соттар болуы мүмкін, күнделікті айқай-шу, күнделікті оларға кедергі көп. Ал оның барлығын шешіп отыратын осы медиа менеджер. Ол деген өте коммуникабельный болу керек, шешімді тез шығару керек, ақылды болу керек, білімді болу керек, адамдармен тіл табысу өнері болу керек. Сондықтан медиа менеджер деген сөз жан жақты мықты маман деген сөз. Тұйық болсаң проблема. Медиа менеджерге ол тұйық болма, бол адам керек емес. Ашық болу керексің. Проблема бар ма? Оны шешу үшін сен барлық салада мықты болу керек. Адам таныстарың, қолыңның ұзындығы, осын жалпы медиа менеджер деген бүгінгі күннің мықты сарбазы ғой. Екінің бірінің қолынан келмейтін жұмыс медиа менеджер деген. Ал егер медиа менеджердің деңгейіне көтерілсе, онда онымен отырып мықты мамандар қоғамдағы жоғарыда жүрген, билікте жүрген, онымен санасады, онымен шай ішеді, ақылдасады.
Бізге бөліскен қызықты әрі пайдалы ақпараттарыңыз үшін сізге көп рахмет. Бізбен бірге болған белгілі медиа менеджер, медиа саласының маманы Асанов Сейілбек. Құрметті көрермендер, тыңдармандар, сіздермен пайдалы ақпаратпен бөлістік деген сенімдеміз. Сіздермен болған Камила Жанатқызы және Айып Ұлдана.